Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Ассаламу алейкум, қымбатты тыңдарман, біздің құрметті оқырмандар, бауырлар, қарындастар, аса құрметті жамағат. Менің есімім Азамат, ұстаз Азамат Абу Баязид. Біздің челленджде мен ұстаз, психолог, коуч рөлін атқарам. Бүгін біз сіздермен Қыдыр түні туралы әңгіме өрбітеміз. Қандай түн, қандай қасиеттер бар, және де тағы да басқа. Сіздерді қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап береміз. Қадыр түні тарихы. Кадр тун в переводе с арабского языка это ночь предопределения. Қадыр түнінің мұсылмандар үшін қандай қасиеті бар? Мұның бірнеше нұсқалары бар. Нұсқалардың ең біріншісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жамағаттардың мұсылман қауым алдындағы сауапты көріп, олардың саны мұсылмандар ортасынан гөрі көбірек екенін байқады. Себебі бұрын болған орталар ұзағырақ өмір сүрді. Яғни мұсылмандар өз өмірлерінде көптеген жақсылықтарды жасауға тырысқанмен, жастық тосқаулардың салдарынан бұрын болған орталардың алатын сауабына жете алмайды. Сондықтан Алла тағала бүкіл мұсылман қауымына осы мереке Қыдыр түнін сыйлады. Хадис бойынша Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл түн маған сыйға тартылды. Бұрын осылай бірде-бір ортаға берілмеген түн деп айтқан. Бұл түнде үлкен марапат бар. Бұл түн 1000 айға теңеледі. Екінші нұсқа бойынша Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла тағалаға 1000 айы бойы иілген Бану Исраилді көрген. Сонда кейбір ерушілер бізде 1000 ай бойы Алла тағалаға тағзым еткіміз келеді деген ниет білдірген соң, оларға да осы Қыдыр түнін сыйға тартылды. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля по милости своей подарил мусульманам ночь предопределения. Тағы да басқа нұсқа бойынша біздің пайғамбарымыз бір күні Закария, Иша пайғамбарларымызды көрген. Олар 80 жыл бойы тоқтамай Алла тағалаға иілген. Сөйтіп Алла тағала Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам және оның ортасына осы Қыдыр түнін сыйға тартқан. 1000 ай 80 жылға теңелген. 1000 месяцев, ребят, это получается 83 года и 4 месяца, то есть примерно равное 80 годам. Қадыр түніне қалай дайындалу керек? Жалпы Қадыр түніне дайындалу қиын емес. Қадыр түнінде ең бастысы ғибадат ету керек. Сондықтан Қадыр түнінен бір күн бұрын немесе осы күні демалу, мүмкіндігінше жеткілікті ұйықтау, бір күн демалу ұсынылады. Выспаться по возможности, взять именно выходной день. Олай болса, Қадыр түнінде сұрағымыз келетін дұғалар мен тілектерді жазып алып, Қадыр түніне дайындалу керек. Именно в эту ночь предопределения. Яғни, мұсылмандарға 40-50 қалауын жазып, олардың ішінен негізгі 10 тілегін таңдауға кеңес беремін. Бұл Қадыр түнінде сұралатын негізгі 10 тілек. Сондай-ақ, Қадыр түнінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде жазылған дұғаларды сұрау керек. Айша анамыз пайғамбарымыздан: "Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мен Қадыр түнінде қалай дұға оқуым керек?" Ол оған: "Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни." Алла, расында сен кешіруді жақсы көресің. Мені де кешіре көр деді. Сондықтан осы дұғаны да оқуға тырысу керек. Сондай-ақ Қыдыр түнінде намазды көбірек оқы. Яғни, мен мұсылмандарға кеш, түнде құптан мен тарауихты мешітте оқуға кеңес берем. Сосын осы түннің таң намазын және таңғы намазды да мешітте оқуға кеңес берем. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисінде түн намазын мешітте, таң намазын мешітте оқыған адам түні бойы құлшылықта тұрғанмен бірдей. Сондай-ақ бұл түнде көбірек сергек бол, ұйықтама.
демалма, көп дұға жаса, Құран оқы, түнде тахажуд намазын оқы. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху салам хадисінде парыз намаздарынан кейінгі ең абзал намаз түнгі намаз, тахажуд намазы деді. Қадір түнінде қандай сый-сияпатқа ие боламыз? Қадір түні, оның аты неге бұлай? Қадір түні. Нұсқалардың бірі қадір түні деп аталуы, бұл түнде адамның бір жыл алдындағы болашағы шешіледі. Яғни, оның бір жылдық күнкөрісі шешіледі. Адам қажылыққа барамы, жоқ па, умраға барамы, жоқ па. Яғни, адамның бір жыл бойы орындағысы келетін барлық қалауы, барлық іс-әрекеттері шешіледі. Сондықтан бұл түн әл-қадір деп аталады. Қадір түннің осылай неліктен аталуының тағы бір нұсқасы берекеге толы және бұл түнде қадара араб тілінен аударғанда тар, қысқарту деген мағына білдіреді. Бұл түнде Құранда былай жазылған. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху салам сүрелері бойынша бұл түнде олармен бірге періштелер мен жәбірлер жерге түседі. Бұл түнде жер өте тар, адамдармен де, періштелермен де толып кетеді. Поэтому одной из версий то, что почему называется именно ночь предопределения, ночь Кадара. Бұл түнде көбірек дұға оқу керек, тұрып намаз оқу керек. Алла тағаладан болашағың туралы сұрау керек. Болашағың жақсы болсын деп. Болашақта қалағанның бәріне қол жеткізе алам деп. Бұл түнде садақа жасау, жақсылық жасау міндетті. Бұл түн 83 жыл 4 ай ғибадатпен бірдей. Яғни, елестетіп көріңізші, сол түні 100 теңгеге садақа жасаңыз, ол қанша болады? 100 теңге 1000 айға және қанша түнге көбейтілсе, бұл өте үлкен сома. Сондықтан, бұл түнде жасалған барлық амалдар көбейіп, үлкен сауапқа ие болады. Они во много увеличиваются и получают огромную награду. Егер сізде сұрақтар болса, астына комментарийге жазыңыз. Мүмкіндік болса, біз оларға жауап береміз және оларды өзіміз білетін біліммен толықтырамыз. Ассаламу алейкум.